Сәлем достар, таңғы асқа күнделікті жұмыртқа жей бермей, осыны жасасаңыздар, сіздерге жақындарыңызға ұнайды деген ойдамын. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа, сүт және де шымшым тұз қажет болады. Одан кейін сұлы жармасын 2 қасығын салып, үстіне кез келген көкшөпті қолдансаңыздар болады. Мен бұл жерде укроп салдым. Жақсылап араластырып алатын боламыз. Сосын қызып тұрған тапаға жай отта пісіріп алатын боламыз. Міне бізде осылай пісті. Үстіне кез келген өзіңізге ұнайтын фантазияңызға байланысты сала бересіздер. Мен бұл жерде творожный сыр, болгарский көкшөптерді қосып және де помидор қосып жасадым. Өзіңіз қалауыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Таңғы асқа жақындарыңызға ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, каналдың өсуіне себепкер болыңыздар. Сіздерге көп рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетсеңіздер болады. Сіздерге ас болсын.